Ассалаумағалейкум, армысыздар ардақты ағайын, сіздермен мен Жасбос, Көзілдірік, Жаслан Жакупов. Бүгін мінекей біз Жалағаш өңіріне аттанып бара жатырмыз. Жалағаш ауданында Ақсу елді мекенінде жер дауына байланысты ақпаратпен танысуға бара жатырмыз. Елдің Бұхараның мәселесі не үшін шешілмей жатыр? Соншалықты қарапайым ауыл тұрғындары даурығатындай, олардың басыларында үлкен проблема болатындай, не проблема шешілмей жатқан, сол мәселемен танысуға біз арнайы сапарлатып эксперттік, яғни сараптамалы жұмысымызды бастау мақсатында бара жатырмыз. Сондықтан құрметті ағайын, бізді тақымдарыңызды қысып отырыңыздар, барынша сіздерге шынайы ақпараттар тарататын боламыз. Тәуелсіз ақпараттарды міндетті түрде біз шығаруымыз керек. Өйткені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы айтқандай, біз әділетті Қазақстанды құру жолында концепцияларымыздың барлығын қамтамасыз ету үшін мінекей кез келген азамат өзінің ойын ашық пікірін айтуға міндетті. Сондықтан құрметті ағайын, біз Жалағаш ауданындағы Ақсу ауыл елді мекенінің мәселесімен танысамыз. Қандай мәселелер бар, қандай жағдайлар бар, сіздерге уақытылы барынша әлеуметтік желілерде тарататын боламыз. Сіздермен мен Жасбос. Рахмет.